Жалпы ту бұл мемлекеттің рәмізі, біздің тәуелсіздігіміздің кепілі. Бұл байрақ жалпы елдіктің символы ретінде ол қадірлену керек, қастерлену керек. Және біз туды қалай құрметтеуіміз керек дейтін бір заңды сұрақ бар. Елдіктің еңсесі биік, тұғырымыздың нық екендігін сездіретін және кез келген қазақ баласы, кез келген осы мемлекеттің тұрғыны туға деген құрмет ерекше болу керек. Мына біздің туымызды қазір мемлекет басшысы еркін айналымға жіберуге бұйырса келіп қалған секілдіміз. Енді жалпы түрік халқын алайық, түріктерде азаттық, тәуелсіздік, егемендік дейтін сөздер, ұғымдар айтылмайды. Түрік деген жалпы бір азаттықтың, мемлекеттіліктің ұғымын береді. Түркиядағы ту қалай құрметтеледі? Әрбір мекемеде, біреудің жеке шайханасы болсын, жеке азамат өзінің ақшасына, өзінің кәсіпорнының қасына, зауытының қасына туды үлкен тұғырға керемет үлкендей қып тапсырысын беріп тұрып, өзі желбіретіп қоюға оларда рұқсат. Сондықтан біздің осы мемлекетіміз егерде қазір балконға іліп, әркім өзінің үйінің маңдайшасына ілетін жағдайға келсек, туға деген сезіміміз мүмкін күшейетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың көк байрағы, Құдайға тәуба, қазір осы әрбір мемлекеттердің халықаралық сайыстарда қазақтың туы ортадан желбіреп, қыран қанат байрағымыз көтеріліп тұратын кездерде адамның бойында ерекше бір сезім болады. Өзімізде талай халықаралық симпозиумдарға, форумдарға барып жүрміз. Сол кездерде қазақтың туы көзіңе оттай басылады. Бұл сенің мемлекетің бар, сенің іздеушің бар, сенің жоқтаушың бар, сенің арқа сүйерің бар. Қаралы күнде ту төмен түседі, қаралы күн болмасын, қазақ даласында азалы күн болмасын. Тек қана туымыз осы тәуелсіздіктің, азаттықтың самалымен желбіреп, мәңгіліктің тұғырында жайқала берсін дегім келеді. Алда тәуелсіздік күні келе жатыр. Тәуелсіздік біздің ата-бабамыз сан ғасыр армандаған, қасық қанын төгіп, маңдай терін төгіп, сүйем жерге сүйегін беріп, қарыс жерге қанын төгіп алған азаттық, ендеше сол азаттықтың арайында тәуелсіз Қазақстанның, тәуелсіз қазақтың ұрпағы мәңгілік жасай беруге Тәңірім нәсіп етсін.